Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарыңызға сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдерді ұсынамын. Осы канал пайдалы десеңіз, каналға жазылып, өзге әріптестермен бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге ұсынатын әдіс-тәсілдер: бірінші, ойлаудың алты қалпағы; екінші, көркем шығарманы сатылай кешенді талдау; үшінші, Попс формуласы. Ойлаудың алты қалпағы бұл Эдвард де Боно бойынша, яғни сол автордың идеясы негізінде дүниеге келген әдістің түрі. Бұл жерде 6 түрлі қалпақ ұсынылады және 6 қалпаққа 6 түрлі тапсырманы құрастыруға болады. Ең бірінші, ақ қалпаққа сабақ бойынша фактілер мен цифрлар араласқан ойларды айтуға болады. Қызыл қалпаққа сезімді, болжамды, ішкі түйсікті ұсынасыздар. Қара қалпаққа сабақ бойынша сын пікір және келесі сабаққа немесе келесі тақырыпқа ұсыныс айтылады. Және төртінші, сары қалпаққа сабақ тақырыбын қазіргі өмірменен байланыстыра отырып, қажеттілігін баса айтып өтесіздер. Жасыл қалпаққа шығармашылық жұмыс, сабақтағы жаңа ұғымдар, жаңа теориялық білім немесе жаңа лексикалық тақырыптарды қайталап оқушының назарына қайта саласыз. Ал көк қалпақта барлық қалпақтардың пікірін тыңдай отырып, сабақ бойынша қорытынды ой айтасыз. Екінші әдіс түрі бұл көркем шығарманы талдау. Көп жағдайда көркем шығарманы талдау кезінде жүйелі түрде жүзеге асырылмай жатады. Яғни шығарманы талдау кезінде қандайда бір қиындықтар туындауы мүмкін. Осы кезде сатылай кешенді талдауды үйреніп алсаңыз, сізге көп көмегі болады. Бірінші, шығарма авторы. Екінші, шығарманың тегі немесе түрі. Одан кейін шығарманың тақырыбы, шығарманың идеясы, сонымен қатар шығарманың композициялық құрылысына немесе құрылымына талдау жасайсыз. Яғни сюжеттің басталуы, сюжеттің байланысы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Одан кейін шығармада кездесетін кейіпкерлерге талдау жасайсыздар. Жағымды кейіпкер ме, немесе жағымсыз кейіпкер ме? Осы кейіпкердің қасиетіне және өмірге деген көзқарасына талдау жасалады. Одан кейін барып әдебиет теориялық ұғымдарға талдау жасайсыздар. Мысалы, теңеулер кездесе ме мәтінде, мақал-мәтелдер, эпитеттер кездесе ме, осының барлығын оқушы талдап айтуы тиіс. Одан кейін Попс формуласы. Бұл көп жағдайда айтылым тапсырмасы кезінде немесе жазылым тапсырмасы кезінде көбірек қолданылады. Бірінші, мысалға, Попс формуласы бойынша, әсіресе аргументті эссе жазу барысында Попс формуласын қолданған өте тиімді. Мысалы, менің ойымша, менің пікірімше деп қыстырма сөздерді қолданасыздар. Екінші сөйлемде, мысалға, себебі мен оны былай түсіндіремін, немесе мен оны былай дәлелдеймін деп өзінің пікірін айту керек. Үшінші сөйлемде оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын деп өзінің көзқарасын, сыни көзқарасын фактілермен, мысалдармен дәлелдеп айтады. Ал соңғы сөйлемде осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деп өзінің қорытынды ойын айтып, пікірін аяқтайды. Яғни оқушы пікірін әрмен қарата жүйелі жеткізу үшін және өз ойын жүйелі түрде аудиторияға ұсыну үшін, айту үшін Попс формуласын пайдаланған өте тиімді. Құрметті әріптестер, сіздерге осы видео пайдалы болды деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.